Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге өте дәмді, дәруменге толы асқабақ сорпасының рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті азық-түліктер ол асқабақ, картоп, пияз, сарымсақ, сұйық май және қаймақ. Пиязымызды кішкене бөліктерге тураймыз. Одан кейін сарымсағымызды да турайтын боламыз. Картопымызды орташа кубиктерге тураймыз. Асқабақты да орташа турайтын боламыз. Табамызға сұйық май құйып, қыздырып алып, үстіне пиязды салып қуырамыз. Оның үстіне сарымсақты салып араластырамыз. Одан кейін картоп саламыз, араластырамыз. 2-3 минут өткен соң асқабағымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Одан кейін тұзымыз бен бұрышымызды салып, бетін жауып 20 минут отқа қойып қоямыз. Енді қытырлақ нан дайындаймыз. Табамызға кішкене сұйық май құйып, қыздырып, оның үстіне ақ нанымызды салып қуыратын боламыз. Піскен сорпамызды блендермен езіп, үстіне қаймақ салып араластырып, бетін жауып 2-3 минут отқа қоямыз. Осымен біздің дәруменге толы сорпамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Жібек, назарларыңызға рахмет.